Қазіргі күні Шымкент әлеуметтік кәсіпкерлік корпорациясы шағын гидроэнергетиканы дамытуға инвесторлар тартумен айналысуда. Десек те өңірімізде жұмысын жүргізіп жатқан шағын ГЭЦ бар. Қазіргі уақытқа осы Шымкент қаласының оңтүстік индустриальный зона жұмыс істеп жатыр. Түркістанда үлкен индустриальный зона ашылып, уже қазіргі уақытта почти 100% жақында қалыпта толтыру. Жобалар, жаңа инвесторлар кіріп, мекемелерінде ашылып жатыр. Жаңартылған энергия көздері арасында ГЭЦ-тің шама шарқы ілгері, себебі күн жел энергиясын өндіру үшін арнайы құрылғылар қажет, әрі құны да қымбат. Сонымен қатар шетелдік инвесторларды да тарту керек. Қазіргі ең соңғы жоба, именно жаңа турист компаниялар мен Industrial Electric бірігіп жасалып жатқан, именно жаңағы 6 мегаваттқа, ол жаңағы екінші қадам бойынша инфрақұрылым, электроэнергия шығару бойынша жобалар жасалынып жатыр. Алайда ГЭЦ өндіру үшін өңірдегі кейбір өзендер жарамсыз, себебі көлемдері шағын. Шымкент әлеуметтік кәсіпкерлік корпорациясы оңтүстіктен гидроэнергетиканы өндіретін 4 өзенді белгіледі. Олар Келес, Боралдай, Ақсу және Жабағала. Мамандардың айтуынша шағын ГЭЦ салу тиімді, себебі көп қаражатты қажет етпейді, әрі бірқатар ауылдарды жарықпен қамтамасыз етеді. Бүкіл мемлекеттермен жаңағы біздің посольство арқылы, нелер арқылы бүкіл информацияны дайындап инвестор шақырып жатырмыз. Қазіргі уақытқа Түркия жағынан, жаңағы айтылған Израиль, Қытай, Европа, Словения, Венгрия нелерден инвесторлар келіп жатыр. Мамандардың атқарған жұмыстары нәтижесін беріп үлгерді. Қазірдің өзінде Түлкібас ауданында шағын ГЭЦ салу үшін түрік компаниясы $6 миллион қаржы бөліпті. Ал Сарыағаш ауданында 2 жоба жан-жақты қарастырылып жатыр.